Ассалаумағалейкум, құрметті Инстаграм әлеуметтік желісінің көрермендері, тыңдармандары. Сіздермен біздер бүгін қоғамымыздағы өзекті мәселеге айналып отырған күрделі тақырып төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Әңгіменің басы мынау адамдық қасиет, елдік қасиеттердің барлығы адамға әкенің қаны мен ананың сүтімен даритындығы белгілі. Сондықтан біз бүгінгі тақырыпты дәстүрлі және қазақ қоғамындағы қыз бала тәрбиесі деген тақырыппен алып отырмыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ дүние танымында адам бойындағы барша ізгі қасиеттерді жиынтығын кісілік деп атайды. Ал кісілік бұл парасаттылықтан, мейірімділіктен, қайырымдылықтан, білімділіктен, ұстамдылық пен пайымдылық сияқты ізгі қасиеттердің барлығы осы кісілікке жатады. Ал кісілік деген сөздің өзін қазіргі қоғамда әртүрлі түсініп жүр. Шындығына келген кезде кісі деген сөз бұл адам деген мағынаны білдіретін орта ғасырлық мынау жазба деректерден, біз түркі жазба деректерінен білеміз. Осындағы айтайын дегеніміз, біздің адамдық кісілік қасиеттеріміз тікелей осы қай деңгейде, міне осы мәселелер төңірегінде ой бөлісуге бүгін сіздердің алдарыңызға танымал дінтанушы ғалым, ұстаз, парапсихолог, ақын Айнұр Әбдірәсілқызын онлайн сұхбатқа шақырып отырмыз. Айнұр Әбдірәсілқызы біздің шақыртуымызды қабыл алғанына біз өз атымыздан және көрермен тыңдарман сіздің атыңыздан алдын ала үлкен алғыс білдіреміз. Сәлеметсіз ба, Айнұр Әбдірәсілқызы? Ол кісі қосылмады ма? Техникалық себептерге байланысты ол кісі қосыла алмай жатқан сияқты, біз қазір ол кісіге хабарласамыз. Саламатсыз ба, Айнұр ханым? Біз сіз қайта қосыласау деймін. Шығып қайтып қосыламын. Қосылып тұрмын деймін, көріп тұрмын. Онда неге шығып қойылар? Қайтып қосыламыз. Шығып қайтып қосыламыз. Онда байқамай қалғанымыз ғой. Күтудеміз, Айнұр Әбдірәсілқызы. Егер қосылған болсаңыз. Қонағымыз қосылғанша мынау бүгінгі тақырыптың өзектілігі сонда, біздің қоғамымызда қазақы қалпымыздан айнып бара жатқандай күй кешудеміз. Осы мәселелерді ұлттық тәрбие, рухани жаңғыру аясында бір өздеріңізбен ой бөліссек деп отырмыз. Айнұр Әбдірәсілқызы қазір бізге қосылды, бірақ біз экраннан көре алмай отырмыз. Қазір қосыламыз.
Құрметті тыңдарман, техникалық мынау үзілістерге байланысты сіздерден кешірім сұраймыз. Қонағымызды күте тұрамыз. Қонақ болу деген нені басу керек па стадион? Қазір қонағымыз тікелей эфирге қосылады. Көкейлеріңіздегі аталған тақырыптар бойынша сұрақтарыңыз болса, ойларыңызды жұптап, түсіріп, бізге жазып отыруларыңызға болады. Осындағы жәрдемші қыздарымыз көрсетеді деп ойлаймын. Барлық көкейде жүрген сауалдарымызға қонағымыздың тарапынан тұшымды жауаптар аластыруға деп ойлаймыз. Саламатсыз ба, Айнұр Әбдірәсілқызы? Саламатсыз ба, армысыздар? Мынау біздің қабылдауымыз, біздің өтінішімізді қабыл алып, бүгінгі тікелей сұхбатқа шыққаныңызға алдын ала алғыс білдіреміз. Тақырып өте күрделі, дәстүрлі және қазіргі қоғамдағы қыз бала тәрбиесі, бірақ өзекті. Өзіңіз байқағандай, бүгін қоғамда мынау қазақ елінің болашақтағы ел болуы, мемлекет болуы, ұлт ретінде сақталынуы, оның қадір қасиеттерінің ата-бабалардан жеткен мынау бүкіл қасиеттердің барлығын болашақ ұрпаққа аманат ретінде қай деңгейде жеткізе аламыз? Ол жеткізу үшін бүгінгі жағдайдағы қоғамдағы отбасы жағдайы, оның ішінде қыз бала тәрбиесі, ұл бала тәрбиесі, жалпы ұлтымыздың рухани жаңғыру мәселесін осы ел президенті кешегі жолдауында да өзекті мәселе ретінде етіп қойды. Сондықтан да біз осы тақырыптардың барлығының мазмұнын аша, мынау өзіміздің жастарымызға, оқырмандарымызға түсінікті болу үшін өзіңізбен пікірлескенді жөн санаймыз. Енді сізге мынау әңгіменің беташары болсын. Сіздің пікіріңізше біздің мынау дәстүрлі қоғам дегенді қалай түсінер едіңіз? Жазушы, ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің ел боламын десең, бесігіңді түзе деген сөзін осы біздің жастарымыз қаншалықты деңгейде түсініп жүр. Ел болу үшін бесігіңді түзейтін болсақ, бесіктің иесі аналар мен болашақ ана бүгінгі қыздарымыз екендігін біз жақсы білеміз. Осы тәрбиеде біз көп нәрседен ұтылған сияқты күй кешеміз. Мына қоғамдағы көріп жүрген, естіп жүрген бұқаралық ақпарат құралдарынан мынау көпшілікке таныс кейбір қазаққа тән емес қасиеттерді, қазақтың қыздарының жылап жатқанын, қазақтың жетімдерінің мен жетімектерінің санының артып бара жатқандығы, жесірлерінің көбейіп бара жатқандығы, бұл әрине әрбір қазақтың қабырғасына бататын тақырып. Сондықтан мынау алдыңғы толқын аға буынның жіберіп жатқан кейбір кемшіліктерін кейінгі буын жібермесе деген ізгі ниетпен осы әңгімемізді өрбітсек дейміз. Енді сөз кезегін өзіңізге берсек. Армысыздар, қадірлі үлкен кіші замандастар. Баршаңызға үлкен рахмет, осындай келелі кеңес құрып, өзекті бір тақырыпты талқылауға жиналып отырғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ең алдымен дәстүрлі қоғам туралы пікір айтсаңыз дедіңіз. Жалпы дәстүрлі қоғамның өзіне тән анықтамасы бар. Дәстүрлі қоғам дегеніміз өзінің күнделікті тыныс тіршілігінде және құқықтық негіздерінде бұрынғы ата-баба дәстүрін негізге алатын, сол ата-баба дәстүрі негізінде қалыптасып қойған құндылықтарды ұстанатын қоғам. Енді ол жағынан алсақ, қазіргі қазақ қоғамы дәстүрлі қоғам деп тұтасымен айтуға келіңкіремейді. Бізде қазір кейініректе пайда болған көптеген жаңа дәстүрлер, жаңа құндылықтар негізге алынады. Кей жағдайда қоғам өзі құнсыз құндылықтарға елігіп кететін де жақтары бар.
Жалпы қазір әлем тарихында Жапонияны белгілі бір дәрежеде дәстүрлі қоғам деуге болады, және Англияны айтуға болады. Басқа қоғамдардың барлығы дерлік, мемлекеттердің барлығы дерлік, көптеген жаңа заманғы үрдістерге, дәстүрлерге, заңдарға негізделді де, сондықтан дәстүрлі қоғам деп өздерін атай алмайтын жағдайға жетіп отыр. Әрине, заманына қарай амал дейді, заманына қарай көп жаңа дәстүрдің пайда болуы қалыпты жағдай. Ата дәстүр, ата салт қана емес, жаңа дәстүр, жаңа салт та қалыптаса жүреді. Ол да өзінің өресіне, өзінің шегінен шықпаса, оның да айыбы жаттығы жоқ. Ал шегінен шыққан жағдайда ол көбіне көп ата дәстүрге қайшы келіп қалатын жақтары да бар. Сондықтан мүмкін болса әрбір қоғам сол ата бабаларынан келе жатқан құндылықтарды құнсыздандырмай, керісінше құрметтей түсіп, соның аясында ілгері қарай жылжыса, әрине ең дұрысы сол болады. Өйткені мансұқтап, барлық өмірді, болашақты өзінен бастаған буын, ол сөз жоқ деградацияға ұшырайды, сөз жоқ тоқырауға ұшырайды. Ол да тамыр жоқ бәйтерек секілді сәл қатты тұрған желге құлап жығылады деген дейді. Сондықтан сол дана дәстүр, ата-бабамызға 1000 жыл бойы азық болған құндылықтар әлі де бізден кейінгі буынға 1000 жыл азық болатыны сөзсіз. Енді қазіргі жастар қаншалықты ата-баба дәстүрін ұлықтап жүр дегенге келсек, ол алдымен алдыңғы буынның көрсетуіне көбірек байланысты болады ғой. Осындайда бізге көбіне, менің ойыма, өзіміздің балалық шағымыз еске түседі. Біздің балалық шағымыз 90-шы жылдарға, балалықтан гөрі жасөспірімдік шағымыз 90-шы жылдарға, еліміз алғаш егемендік алып еңсесін тіктеген шақтарға қазақ тілі комитеті құрылып, ана тілі газеті ашылып, қазақ тілі газеттері ашылып, нағыз бұрынғы өткен біздің арыстарымыздың ақталып еңбектері қайта орала бастаған шақтарына сәйкес келді. Сондықтан сол кезде бір ұлттық үрдісте шын мәніндегі рухани жаңғыру жүріп жатты. Мен үнемі айтам, рухани жаңғыру қазақ даласында қазір екінші рет жүріп жатыр. Бұған дейін сол 90 жылдардың алғашқы легінде, тіпті 89 жылдардан бастап рухани жаңғыру бүкіл қоғамда жүре бастаған болатын. Сол алғашқы лекте шынымен халықтың шынайы ата-баба дәстүріне деген сағынышы болды. Сол кезеңдерде білетін, алдыңғы буындар білет, сол кезеңде ұлттық дәстүр күні болатын, ұлттық киім күні деген болатын. Наурыз дегеніміз халықтық мерекеге айналған еді. Сиқырлы қазан деген жарыстар сол кезде пайда болды. Қыз сыны алғаш сол кезде бой түзеді. Жігіт сұлтаны деген қандай жарыстар пайда болды. Солардың барлығы біздің қолға алынбай жүрген қазақ тарихын, Қазақстан тарихын қолға алғызып, оқуға ниетті етіп дегендей қаншама жаңадан шыққан еңбекті игерткен. Ал енді қазіргі рухани жаңғыру бұл екінші толқын. Ол енді саналы түрде қолға алынған толқын. Осы орайда мына бізде көптеген жастарымыз қатысып отыр екен, солардың құлағына алтын сырға айта кеткім келеді. 2014 жылы елбасымыз Ұлытаудағы сұхбатын, тарихи сұхбатын өткізген кезде, соның артынша біздің ол кездегі дін мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығы Ұлытау сұхбаты рухани жаңғырудың жаңа кезеңі деген атпен үлкен республикалық деңгейде іс-шара өткізген болатын. 2015 жылдың өн бойында біз республика бойынша 17-18 шараны өткізіп, барлық облыстарға барып, дәл осы рухани жаңғырудың жаңа кезеңі деген атпен жүргізген едік. Одан бірер жылдан кейін бұл жоғарыдағы есті азаматтардың назарына ілігіп, рухани жаңғыру деген жеке бағдарламаға айналды. Қазіргі күнге дейін біздің сол кезде шығарған кітаптарымыз сақтаулы. Елбасы сұхбаты, Ұлытау сұхбаты рухани жаңғырудың жаңа кезеңі деп аталады. Сонда біздің сол кезеңде берген анықтамамыз бар еді. Қазіргі кезеңде шынымен ақ рухани жаңғырудың екінші ойлы, парасатты, саналы түрде кезеңі басталды. Бұл әртүрлі шектен шыққан ағымдардың, әртүрлі жат мәдениеттердің белең алып келуінен, халықтың кетуінің салдарынан, халықтың саналы түрде өзінің өткеніне деген енді ойлы көзбен қарай бастауы, өзінің рухани бастауларына ойлы түрде оралуы деп айтуға болады. Сондықтан қазір мен осы екінші кезең жүріп жатыр деп едім, құндылықтарды сұрыптаудың, саралаудың жаңа кезеңі басталды деуге болады. Рахмет. Жалпы Айнұр ханым, мынау ұлы бабаларымыздан қалған есті сөздер көп. Соның ішінде біз енді жастарымыздың арасында қателік жіберіп жатқандардың көп екендігінде, орта буындардың да, оның барлығының салдарында жаңа аға буынның жіберген қателіктерінің салдарлары жатқан, іздері жатқанын білеміз. Дегенмен де үмітімізде жоқ емес. Қанша малды болса да бай қуанар егізге, жаманнан жақсы туса да, жақсыдан жаман туса да тартпай қоймас негізге дейді ғой. Мынау қазақтың бәрі текті тұқымнан, қазақтың барлығының арғы ата-бабалары тексіз болса, бұл қоғамда, көшпелі қоғамда оларды қоғамнан аластаған. Міне сондықтан да осы кейде біз осы тектілігімізді тексіздікке неге айырбастап алдық? Мүмкін кейде бір ой келеді.
кешегі әжелерімізден бір мынандай ой, кішкентай бала өсіп келе жатса, ой, азамат өсіп қапты деп, кішкентай тұлымшағы желбіреген қызды көрсе, сайтан, ой жетіп қапты деген сияқты сөздер айтылатын еді. Ал қазір мынау көрермендер тарапынан да бұл сұрақтар келіп жатыр. Біздің қоғам қазір қыздарды ер балалармен тең қою мәселесін қойып жатыр. Оның ішінде феминизм деген ұғым бар. Соны дұрыстап түсіндіріп берсеңіз дейді. Біз неге қыз балаларды ер балалардан төмен қоямыз дейді. Мен енді қыз баланың сұрағы ма, ер баланың сұрағы ма мен біле алмадым. Қыздар қазір анықтай жатыр. Жалпы қоғамда осы қыз бала мен ер баланы дәстүрлі қоғамымызда және бүгінгі қоғамымызда біз қалай қойып жүрміз? Сіздің ойыңыз? Біріншіден, феминизмге қатысты бірден айтқым келеді. Қазақстанда феминизм деген үрдіс қалыптасып та, дамып та, береке таппайды. Ол нәрсе жоқ та, бұл туралы құр сөз болуы мүмкін, құр байбалам болуы мүмкін, шын мәнінде ол жоқ та. Феминизм түгілі біз гендерлік саясатты да жүзеге асыра алмай отырмыз. Феминизм ол кішкене шектен шыққан нәрсе. Ол әйелдердің құқығын еркектермен тең, кейбір жағдайда тіпті жоғары қойғысы келетін ағым. Ал бізде гендерлік саясат не үшін жасалған еді? Гендерлік саясат әйелдердің тапталып жатқан құқығын қалпына келтіріп қою үшін жасалған еді. Асырып жіберу емес, қолдан көсем жасау емес, қолдан шешен жасау емес, тапталып жатқан құқықты қалпына келтіру. Әйелдер де өзін ерлермен бірдей тең сезінсін, оларға да бірдей жалақы төленсін, олардың да жай-күйі қоғамда бірдей болсын деген тап-таза теңдік тұрғыдан пайда болған нәрсе еді ол нәрсе. Жалпы феминизм қазақ қоғамына сыя да алмайды, өсіп өне де алмайды, оған бір құнарлы топырақ та жоқ. Одан да біз осы ең болмаса гендерлік саясатымызды дұрыстап, орнына қоя алсақ, соның өзі бізге зор абырой, зор олжа болар еді дейміз. Расында да бұл нәрсені түсінуге болады, қыздардың жанайқайын түсінуге болады. Қазақта өте жақсы мақал бар. Бірінші жартысын біз айтамыз да, екінші жартысын не өзгерген түрін айтамыз, немесе мүлде ұмыта саламыз. Ол қызға 40 үйден тыю, қала берді қара күннен тыю деп айтылады, бір жақта. Бұл өзгерген варианты. Негізінен қызға 40 үйден тыю, ұлға 30 үйден тыю деген вариант еді. Негізгі нұсқасы осы еді. Қыз балаларымызды қара күннен, қала берді қара күннен тыю деп не үшін айтады? Ол есті емес қыз балаға, ашылып шашылып орнын білмей сөйлеп, орынсыз қылықтарға барып жүрген қыз балаға кез келген адам тәйт дей алады деген сөз. Тіпті есте қара күнде тәйт, сен қызсың, саған ол жараспайды, арыңды абыройыңды сақта деп айтады деген сөзді ол. Бұл есті қыздарға арналған нәрсе емес. Есті қыз онсыз да ертең қымтап жүреді, есті қыз онсыз да өзінің жөнін біледі, жолын біледі дегендей. Бұл шектен шығып бара жатқандар үшін арналған нәрсе. Ал енді жаңағы ұлға 30 үйден тыю дегенді біз жұмсақ жыл жауып қоя салдық. Соның салдарынан ер азаматтардың дәрежесі де төмендеді, ер азаматтардың жауапкершілігі де төмендеп қалды, ер азаматтардың қоғам өміріне араласуы да біршама төмендеді. Біз кезінде Қыз жібек деген қыздар клубын құрғанбыз, ол оңтүстік Қазақстанда да құрылған болатын, сол сіздердің өлкелеріңізде де барып, клубты құрып, көптеген жоғары оқу орындары жұмыстарын да жүргізген болатынбыз. Сонда біздің айтатын мынадай сөзіміз бар еді. Қыз жібектегі қыздарымызды өсіріп алып, ертең оларға жар болатын төлегендерді таппай қалып жүрмейміз ба деген. Ертең ол қыздар кімге жар болады? Оларға жар болатындай өздеріне деңгейлес, теңдес, өзінен тіпті жоғары тұратын еркек әйелдің пірі дейді, ер адам әйелден де жоғары тұру керек, ақыл ойы білімі жағынан. Сол қызды оқыта алатындай дәрежеде болу керек. Өзіне жар болатын төлегендерді таппаса не болады? Онда нағыз трагедия сол кезде басталады. Өзіне теңдес жар таппаған соң қыздар сол тізесін құшақтап жалғыз қалады. Немесе баяғы айта беретін шет жақтан жар іздеуге мәжбүр болады. Қыз байқұс шетелге кетіп барса, оған да бас салып айғайды шығарамыз. Не өзіміз алмаймыз, не біреуге бермейміз деген сияқты. Немесе қыз бала ең болмаса балалы болып алайын дейді. Бір есті азаматтың ең болмаса сол азаматтан балалы болып алайын дейді. Біреулер мүмкін екінші жары болар, біреулер мүмкін басқа заңсыз жолмен болар. Ал енді балалы болған соң не болады? Сол баяғы жесір ана жетім баланың зары тағы басталады. Онымен ұлттың проблемасы шешілмейді. Сондықтан біз үнемі айтамыз, ұл мен қыздың тәрбиесін бірдей ұстау керек. Ұл баланың қашанда ер азаматтың дәрежесі жоғары. Ол өз алдына тұрады. Ол жаңағы 30 үйден тыю дегеннен де білінеді. Қызға 40 үйден тыю, ұлға 30 үйден тыю. Ол баланың құқығы да жоғарырақ. Ол қанша айтқанмен түздікі ғой, еркек түздің адамы. Сондықтан оның түздегі қам қайғысы жұмыстары да көбірек, оның түздегі құқықтары да көбірек. Әйел адам үйдің адам болғандықтан оның үйдегі жұмысы да көп және үйдегі құқықтары да көп. Міндеттеліктері де көп. Осы нәрсені тең ұстау керек те, қыз бала тәрбиесін үнемі айтқанда ұл баланы да ұмытпау керек. Оған да азаматтық тәрбиені, жауапкершілікті, әке болу, ертең әке болу жауапкершілігін мектептен бастап сіңіруіміз керек. Қазір 2001 шаңырақ шайқалып жатқанда ең алдымен зардап шегетін әйелден де еркектен де бұрын балалар, жетім балалар.
ертең әкең келе жатыр дегенді естімеген балалар елдің басына келеді. Міне сонда бүгінгіден де жылаулы күй болуы мүмкін. Ол өте қиын. Сондықтан амал жоқ, азаматтар тәрбиесін, азаматтық тәрбиені бүгіннен бастап қолға алуымыз керек. Ол жағынан қыздардың, ер азаматтардың да жанайқайы дұрыс. Рахмет. Айнұр ханым, осы ойыңызды тірілтіп жіберейін. Ойыңыз, сіздің айтып жатқан сөздеріңіз ойға түсіріп жатыр. Осы жақын арада әлеуметтік желілерден көріп қалдым. Мынау ұят болмасын бағдарламасының әртісі Бекжан Тұрыс ағамыз өзінің жаңағы бір ауылда фильм түсіріп жатқан кезде сол ауылдың 100-ге жақындаған 100-ден асқан ақсақалына барып сәлем бергендігін айтып, және сол сәлемнің барысында ай анау ұят болмасындағы жас бала сенің балаң ба еді, жоқ әлде жаңағы Айнұр келіннің баласы ма еді деп сұрап, менің балам еді, қазір қаншаға келді дегенде 21-ге келді. Сонда оған енді бір жақсы жар болатын қыз деуіміз керек екен. Бірақ жетімнен қыз алма деген екен дейді. Сонда жүрегім тіксініп қалып, жетіміне жаңағы сұрақты түсінбеген сыңай танытқанында, мынау жетім деген ол ата-анасынан айырылғанды емес, халқының дәстүр салтынан, тәрбиесінен құр қол қалғанды жетім деп айтамыз деген екен ақсақал. Соны бір мысал қылып айтып, әлі де біздің ауылдық жерлерде әлі де мынау тәрбиелік мәні бар сөз айтатын ақсақалдарымыз бар екен ғой деп жаңағы ағамыздың бір жан толғанысын жаңағы бір көрген, естіген жайым бар еді. Сіз қалай ойлайсыз? Осы біздің қазіргі қоғамда, біздің қоғам осы ол жетім болмай-ақ кәдімгі әке-шешесі бүтіндердің өзін, немесе қазір әке-шешесі барлардың өзі жетімнің күйін кешіп жүр. Өйткені ата-анасының, әкесінің де, анасының да ол бала мен қыздың тәрбиесімен айналысуға көп жағдайларда мүмкіндіктері бола бермейді. Осындай жағдайларда мынау қоғамдық тәрбие, қоғамдық жаңағы ой пікірлердің жаңағы рөлі туралы айтып өтсеңіз. Мысалы, жаңа өзіңіз ғана айтып өттіңіз дәстүрлі қоғам туралы. Біздің дәстүрлі қоғамымызда біздің қыздарымыз көпшіліктің алдына шығып өзіне жаңағы ер адамды таңдау деген мәселе бар ғой. Мынау біздің қазіргі Евразия каналында көрсетіп, кешеге дейін көрсетіп келген қалаулым болсын, немесе кейінгі оның атын өзгертіп қос лайк деді ме, басқа деді ме, әйтеуір әртүрлі атаулармен осы дүниелер шығып жатыр. Бірақ бұны жабу туралы да түрлі қоғамда пікірлер болғанымен сол бағдарлама әлі күнге дейін жұмыс жасап келе жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Қыздардың осы жаңағы теңдік мәселесін көтеріп, осылай жаңағы елдің алдына шығып, бүкіл ағайын жұртын, ата-анасын қойып, маған күйеу керек деген қалай, ерсі көрінбей ма? Ең алдымен сұрағыңыздың бас жағына оралайық. Қазір бір 10 шақты сұрақ айтылды. Сондықтан басына қайтайық та ретімен жауап беріп келейік. Үлгерсек, бұған да келерміз. Біріншіден, қазақ айтады, қызың өссе, қызы үлгілімен ауылдас бол дейді. Ұлың өссе, ұлы үлгілімен ауылдас бол дейді. Ал сіз бен біз кіммен ауылдас боламыз? Кімнің қызы үлгілі, кімнің ұлы үлгілі деп айта аламыз? Оны қалай таңдаймыз? Қабуснамада, сонау 14 ғасырда жазған Қабуснамада айтады: сен балаңа тәрбие бермесең де, ол ай мен күннен, жұлдыздардан тәрбие алып өсе береді дейді. Сосын Абай айтады, бір адам жаман болса, оған замандасының бәрі кінәлі дейді. Демек, әке-шеше деп тоқпақтап отыра алмаймыз ертелі кеш, немесе мектеп деп тоқпақтап отыра алмаймыз. Оның бәрі бар, бәрінің рөлі бар. Онымен қоса жалпы қоғамның да рөлі бар. Онымен қоса сіз айтып отырған бақ құралдардың да рөлі бар, және қыз балалардың, ұл балалардың өздерінің араласып жүрген ортасында үлкен рөлі бар. Енді әке-шеше тәрбиесі дегеннен бастайықшы. Алдында бірді сол нәрседен бастасақ, көбіне уақыты жоқ деген нәрсені айтып қалдық. Әрине, уақыт қай заманда болған еді. Біздің әке-шешемізде біз тәрбиелеуге уақыты болған жоқ. Бірақ біз өте жаңсақ түсінетін сияқтымыз тәрбие дегенді. Тәрбие деген отыра қап ақыл айту емес қой. Қай қазақ отыра қап ақыл айтып баланы тәрбиелеп еді? Балаңызды тәрбиелеп әуре болмаңыз, ол бәрібір өзіңізге тартады деген сөз бар. Қыз бала бәрібір шешесінің жолымен жүреді. Ұл бала бәрібір әкесінің жолымен жүреді. Неге? Шеше көрген том пішеді, әке көрген оқ жанады деді. Сонда шешесінен ақыл насихат естіген деп тұрған жоқ. Көрген деді, болды. Көру деген нәрседе тұр. Қазақ тәрбиесіз адамды көргенсіз деп айтады. Көрген нәрсесінен тәрбие алмаған деген сөз ғой. Шешеңіз отыра қалып сізге ақыл айту шарт емес. Ол да күнімен жұмыста жүр, сіз күнімен сабақта жүрсіз. Кешке келеді, шеше тамағын істейді, басқасын үйдің тірліктерін істейді. Соған қарап отырып қыз бала әйелдің қандай болу керектігін үйренеді.
Ол әкеде келеді дағы кешке кішкене теледидардың алдында жатып алмай, үйдің шаруасына қарасып, балалармен сұхбаттасып, оларды әрі бері апарып басқа кішігірім шаруаларын шешуге көмектесіп жатса, ол бала сол әкесіне қарап өсе береді. Тағы да айтамын, тәрбие деген отыра қалып насихат айту емес. Біздердің де шешелеріміз кеңес үкіметіне келгенде күндіз-түні жұмыс істеген адамдар, әкеміз деген тіпті тұздың еркегі, өмір көрген емеспіз, таңертең бір көретінбіз, көзімізді ашқан сәтте әкеміздің жұмысқа кетіп бара жатқанын бір көретінбіз, ұйықтар алдында әкеміздің келіп жатқанын бір көретінбіз. Шешеміз де таңертеңнен кешке шейін мемлекеттің жұмысында, 6 күндік жұмыста, жексенбі күні ғана көретінбіз анамызды. Кешке келеді де жанталасып үй тірлігін жасап жүреді, біз де қосылып жасап жүреміз, болды. Осылай-ақ өстік. Бір ауыз ақылы анамыздың, әкеміздің есінде жоқ. Ол кісі біздің қасымызда отырып ақыл айтып әуре болған жоқ. Біз соларға қарап өсе бердік. Біріншіден тәрбие деген осылай беріледі, тұлғамен беріледі. Сондықтан тәрбиені соншалықты қатты шектеп тастауға болмайды. Әке-шешенің уақыт жоқ деп болмай-ақ қойсын. Ол уақытпен өлшенетін нәрсе емес. Ол жаңағыдай өзіңнің жүріс-тұрысымен бірінші кезекте өлшенеді. Енді екінші нәрсе бар. Екінші нәрсе соны көріп отырған ұлдың қыздың құйма құлақ болып соны қағып ала қою ғой. Құйма құлақ болып әкесін істеген, шешесін істеген, олар жаман болды демейді, жаман істемеді ғой үйде. Соны қағып алып, соларға қарап бой түзеп отырса, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ біздің ұлдарымыз бен қыздарымыз соларға қарап бой түзеудің орнына, жаңағы айтқандай теледидарға қарап, әсіресе жайсыз нәрселерге қарап, немесе көшедегі көптің көңіліне қарап кетіп қалатыны жаман. Сондай сәттерде бірінші ұядан жаңа көрсең ұшқанда соны ілесің деген құндылыққа мұқият болсақ дейміз да, алдымен әке-шешеңнен үйрен, айналайын. Сені ешқашан солар жаман жолға тартпайды. Қой десе қой, тыйыл, істе десе істе, істеме десе істеме. Мысалға кейбір әр әке-шеше әр нәрседен тыюы мүмкін да. Өзінің кезінде таяқ жеген нәрсесінен тыяды ол. Мен көрген қиындықты көрмесінші деп тыяды. Мысалға өткенде маған бір қыз жазады, менің анам осындай, екінші жолдасынан ажырасты дейді, менің жолдасымды жақтырмайды, мен анамның айтқанын істесем, анамның тағдырын қайталайын ба деп қорқам деп. Мен айтамын, біріншіден тағдырыңызды өзіңіз шешесіз, ешкімді қайталауға сіз міндетті емессіз. Екіншіден, ананың айтқан ақылына құлақ сап көріңізші. Ол бәлкім тура сіздің жолдасыңыз да ер азаматқа тұрмысқа шығып, содан оба топпай, содан көп қиындық көріп, ақырында жағдай осындай болып қалған соң, менің қателігімді қайталамасыншы деп жатқан шығар. Ол сол үшін айтып жатқан шығар. Сондықтан таразылауға, төрелік айтуға асықпай тұрып, таразылап көріңізші деймін. Ата-ана тәрбиесі туралы осымен қысқа қайырайық. Жалпы, қоғамның да өте көп тәрбиесі, рөлі, мәні бар. Мен жаңағы айтқан қалаулым, сосын қосылайық дедіңіз, мен ешқашан оларды көрген емеспін. Ондай хабарлар кемінде 1 сағат болады, ондай далаға жіберетін уақыт менде жоқ. Оларда не айтылып жатқанын мен мүлде білмеймін. Бірақ сіздің айтқаныңызға қарап, шамасы баяғы бұдан 25 жыл бұрын болған орыстардың «Любовь с первого взгляда» дегеннің әлі көшірмесі шығар деп ойлап отырмын. Біздің бағдарламалар 100% дерлік көшірмелер ғой, сол көшірменің біреуі шығар деп ойлап отырмын. Енді мен айтар едім, қалаулым басқа деген ұсақ түйектерге мән берме, ол бірақ мысал ғой, Құдай-ау, оған барса қазақтың 100 қызы барар, қалған 19 миллион адам ішінде қанша әйел баласы бар? 8 миллион, 9 миллионда, жоқ, 51,7% дейді әйел заты. Сонда 10 миллион қыздың бәрі қалаулымға барып жар іздеп отырған жоқ қой. Анда-санда біреу барса барып жатқан шығар. Әрине, бір хабарды жауып тастағаннан бәрі тамаша болып кетпейді. Бір хабарды жауып біз барып проблеманы шеше алмаймыз. Жабылса жабылар, тіпті жақсы, нұр үстіне нұр. Жабылмай жатса, мен өзім білмеймін ол хабардың қандай хабар екенін. Сондықтан мен ондай нәрседе онша айтқым да келмейді да. Одан да мен мына қатысып отырған қыздардың да, ұлдардың да назарын басқа жаққа бұрғым келеді. Айналайындар, адам болам деген адамға, өнегелі ұл қыз болам деген адамға, қазіргі сіз шұқылап, үңіліп, табынып отырған телефонның да берері көп. Сол жерде Google-да ашып қарасаңыз, ата дәстүр, ата салтта қаншама нәрсе бар. Адамның абыройлы болуы, арлы болуы, қыз баланың болашақта бақытты ана болу үшін керек кеңестің бәрі сонда. Ұлдың нағыз өнегелі әке болу үшін керек кеңестің бәрі сонда. Сіз керек емес ақпаратпен керек ақпаратты ажырата алатын деңгейге жеттіңіз. Әсіресе дәл қазір бізді көріп отырған азаматтар, олар кемінде 16 жасқа толған жоғарғы оқу орнының студенттері. Жақсы деген немене, жаман деген немене бәрін де білесіздер. Тіпті кішкентай бала бірдеңені бүлдірейін деп тұр, 3 жасар бала, ыдысты сындырайын деп тұр, немесе алма деген нәрсені алайын деп тұр, жан-жағына жалт-жалт қарайды. Өйткені дұрыс емес екенін өте жақсы біледі. Сол сияқты сіз де бір нәрсені, жасыр нәрсені істейін деп тұрып, әке-шешеңіз ұрсатынсыз бір нашар жерге барайын деп тұрып, нашар ұлдармен, қыздармен араласайын деп тұрып, соның дұрыс емес екенін өте жақсы білесіз. Біліп тұрып барасыз. Қойш, әке-шешем не деді, олар білмейді, олар баяғы бұрынғы заманмен қап кеткен деп ойлайсыз. Ал шын мәнінде кәрі білгенді пері білмейді дейді қазақ. Тәжірибенің аты тәжірибе. Әке-шеше ол көрген адам. Кейде мынадай мен пікірді естимін да, төбе шашым тік тұрады. Қазіргі балалар бізден ақылды деп шешелер айтады. Қазіргі балалар әке-шешесінен ақылды дейді. Мен айтамын, айналайын, тоқтаңдар.
Ақыл мен білімді шатыстырмаңдар, білім мен ақпаратты шатыстырмаңдар. Ақылды емес, ақпараты көп оның. Жай ғана ақпараты көп. Ана жерді оқып алып, мына жерді оқып. Кім айтты ақпаратты білім деп? Ақпарат көкейіңе сіңіп, білімге айналғанша қай заман? Ол талданған, таразыланған, жақсысы сөз алынған ғылыми білімге айналу керек. Сонда ол білім болады. Ал білім деген әлі ақыл емес. Білім деген өмірлік тәжірибеге айналғанда ғана ақылға айналады. Әлі қайда оған? Ешқандай заман жағдайда да бала әке-шесінен ақылды болмайды. Өйткені онда тәжірибе жоқ. Әке-шеде бар тәжірибе, балада жоқ. Сондықтан әке-шенің айтқанына құлақ қоя жүру керек. Одан кейін ақылды есті нәрсенің қайсысы екенін, жаман нәрсенің қайсысы екенін білесіздер. Сондай дұрыс ақпаратты алу керек, оқу керек. Қарасаңыздар, қаншама жақсы нәрсе бар, қаншама жақсы бағдарлама бар, және жақсы парақшалар да бар, сайттар да бар. Жақсы өнеге алам дегенге де жетеді, жаман нәрсеге ұрынам дегенге де жетеді. Тағдыр сіздікі. Тағдыр сіздікі ма? Ол тағдырды талқан еткіңіз келмесе, өзіңіздің санаңызды жақсылыққа бағыттаңыз. Адам баласына дүниеге келмей тұрып, жаралмай тұрып, не жақсы не жаман екенін білетін таразы пайым келіп қойылған. Осы жерде мен қысқа ғана бір аңыз айта кетейінші, сонымен ойымды аяқтайын. Бұл аңыз болғанда таза діни хикая, дінде бар, Құранда бар нәрсе ғой. Имам Ағзам Абу Ханифа, біздің мазхабымыздың негізін салған имам Ағзамның еңбегінде келтіріледі бұл жайлы. Сол кісінің Фихул Акбар, ең үлкен фих деген кітабында жазылады. Алла тағала деп адамды жаратқаннан кейін, деп адам алейхиссалам жаратқаннан кейін, оның белінен дейді, қияметке дейін келетін бүкіл ұрпақтарын алды дейді. Яғни ұрық күйінде алды дейді. Бүкіл ұрпақтардың нәсілін алып шығарып қойды да, оларға ілім берді дейді. Ілім дегені сұрағанда жауап беретін, өзінің сөзіне былайша айтқанда түсініп жауап беретін ілім деген сөз ғой, сана берді дейді. Сөйтті де сұрады дейді, мен сендердің раббыларың емеспін бе деп. Сонда рухтардың барлығы шулап, иә деп айтты дейді. Иә, сен біздің раббымызсың деп. Сонда ол жерде не тұр? Ол жерде бүкіл ақиқат, шындық, тура жол мен теріс жол адам баласына жаралмай тұрып, оның рухына сіңіріліп қойылған дейді. Біздің қазақтың мысалға рухым көтеріліп қалды, рухым шаттанды деген сөз айтамыз ғой, рухтанып қалдым. Қарасаңыз, ол жерде тәннен де, жаннан да бөлек бір нәрсені айтып тұрмыз. Біз сол рухтың көтерілгенін қалай білеміз? Ақылмен білмейміз. Сезім мен ақыл араласып бөлекше бір нәрсенің тұрғанын білеміз да. Демек, жалпы барлығымызда да жақсы деген немене, жаман деген немене деген нәрсе әлімсақта санамызға сіңіріліп қойылған. Рухтың өзі соны біледі. Жаңағы айтқан тірлік қой, жаңағы 3 жасар балада ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өте жақсы біледі ол. Қателестім, білмей қалдым деген нәрсе көп жағдайда өтірік болады. Мысалы, қыз жігіттен алданып қалдым, білмей қалдым. Қалай білмей қаласың? Сен не істейін деп жатқаныңды білдің ғой. Мүмкін емес қой сен. Білдің ғой сен не істейін деп жатқанын. Білмей қалдым, ол ертең маған үйленеді екен деп ойладым. Неге өйтіп ойлайсың сен? Сен оның дұрыс емес екенін біліп тұрсың ғой. Біліп тұрып жасадың ғой сол нәрсені. Сондықтан көп жағдайда білмей қалдым деген нәрсе шынын айтқанда бір 99,99% дұрыс болмай шығады. Адамға ақыл берілген. Сондықтан да біздің шариғатымызда, осы имам Матуридидің ақидасында, адам біреуге уағыз айтса да айтпаса да, Алланың бар екенін, шындықты, ақиқат пен өтірікті деген нәрсені өзінің ақылымен ақ біле алады дейді. Өйткені адамға ақыл берілген. Одан соң тура жол қайсы, қисық жол қайсы бәрі көрсетілген. Ол Құран арқылы да көрсетілді, ол әулиелер, пайғамбар арқылы, ол біздің дана ақсақалдарымыз арқылы, кешегі аталарымыздың аваздарын айтып кеткен сөздердің барлығы әлі 1000 жыл бойы ұрпағымызға азық болатындай нәрсе. Сол арқылы бәрі беріліп қойылды. Қыз балалар жақсы біледі, не нәрсені істесе ұят екенін, не нәрсені істесе ұят емес екенін біледі. Ұлдар да жақсы біледі, ненің көргенсіз қылық екенін, ненің аталы дұрыс қылық екенін біле тұрып көп жағдайда бүлдіреді. Сондықтан мен айтар едім, көп ақыл сана бәріңізде бар. Әсіресе қазақтың ұл қыздары ерекше ақылды. Оны бүкіл әлем халықтары мойындайды. Біз Түркияда жүрсек те, араб елдерінде жүрсек те, ең мықты тіл білетін қазақтың ұл қыздары, ең бірінші болып сол жерде адамдармен араласып та жақсы қарым-қатынас орнататын, қызметте дәрежеге жететін қазақтың ұл қыздары. Қазақ халқының ақылдылығын бүкіл әлем мойындайды. Біздің баяғы 7 атадан қыз алыспау сияқты керемет дәстүрлеріміздің біздің халықты қаншалықты дана екенін бүкіл әлем мойындайды. Біздің сонау Алтайдан Атырауға, Арқадан Алатауға ұзатылған алыстан қыз алысуының нәтижесінде бүкіл елімізде бір ғана ұлт, бір ғана тіл, бір ғана дін үстемдік еткенін бүкіл әлем мойындайды. Әлем мойындаған ұлтымызды өзіміз неге мойындамаймыз? Өзімізден артық кімде бар бізде? 1000 жылдық өзіміздің қазақылық, мұсылман тәрбиемізді сіңіріп алайықшы. Содан кейін барып тағы не жетпейді, тағы немен толтырамыз деген сауалға мойын бұрайықшы. Сол тәжірибені сіңіріп ала алсақ, бізде мықты ұлт болмас еді. Сол басталарымыз болсақ, ең біздің ұтарымыз да болашақ ұрпаққа қалдырарымыз да сол болар еді.
Дұрыс айтасыз. Мынау бойында мақтаныш сезімі бар ұлт ешкімге құл болмайды деп Бауыржан атамыз айтқандай, мынау кейде біз жаңағы біреудің қаңсығын таңсық етіп жатып, жаңа құлдық сананың кешегі жүргізілген отарлық сананың жемісі ғой. Дегенде де мынау қазіргі қоғамымызда мына тәуелсіздіктің мына 30-шы жылына қарай аяқ басып келе жатырмыз. Біздің қоғамдық санамызды тәуелсіздендіруге, былайша айтқан кезде кешегі отарлық саясаттың қалдықтарынан тазартуға бағытталған жұмыстар жүріп жатыр. Соның ішіндегі деңгейі биігі осы рухани жаңғыру бағыты екендігін елдің бәрі де біліп отыр. Осы орайда мынау дін мәселесі деген бізде қоғамда осы барлық нәрсе осыған келіп тірелетін сияқты. Жаңа сіз айтып отырған ұятсыздық дегеннің өзі иман деген дүниемен тікелей байланысты да. Осы иман дүниесін, ақида мәселесін, Құрандағы біз отбасы алдындағы, бір-біріміздің алдымыздағы, мұсылман алдындағы, отбасы мүшелері алдындағы міндеттерімізді көп жағдайларда білмейтін сияқтымыз. Әйтпесе қасиетті Құранның Ниса сүресінің 34-ші аятында ер адамдар әйелдерге жауапты әрі басшы деп айтады. Осы жаңағы қателіктерді жіберіп жатқан жалғыз біздің қыздарымыз емес, осы жаңағы жауапты ер азаматтардың Алла тағаланың жаңағы сөзінде, Құранында айтылған жауапкерлік пен басшылықты сезінбеуінде ғой деп мен ойлаймын. Осы тарапта сіз мысалға біздің мынау ойнақтап жүріп отбасы қалған қыздарымыздың осындай жағдайында ер балдардың мынау егерде бір ер азаматтық қасиет жаңағы дүниелерде осы бір ұяттың, иманның кемдігі жатқан сияқты болып көрінеді. Дінтанушы маман ретінде сіз пікіріңізді айтсаңыз. Әрине, енді пайғамбарымыздың өзі айтып кетті, ұят иманнан деді, иманның бір бөлігі. Қазақта иманды деген қандай адам деп сұрасам, жас қыздар да соны айтады, үлкен кісілер де бәрі бірден айтады. Иманы бар адам деген ұяты бар адам ғой дейді. Ұяты бар адам, жүзінен иманы төгілген деп адам ары ибасы бар адамды айтады, әдебі бар адамды айтады. Соның бәрі ар, иман, әдеп, ождан дегеннің барлық қарасаңыз, ұят деген әдемі ұғымнан шығады. Ол ұят деген тек қызға ғана қатысты емес, ұят деген ұлға да қатысты. Ұят болады демесе, ұят болады деген ел не дейді, ұят болады, олай етпе, бұлай етпе деген тыйым болмаса, ол да қызда бетімен кетер еді. Сондықтан да пайғамбарымыздың хадисі бар, ұялмасаң қалағаныңды істе дейді. Ұялмаған адамда ешқандай арғы жағында құндылығы жоқ деген сөз ғой. Ұялмады ма бітті. Ол бәрін істей береді. Тартынбай, адамнан ұялмаған, Алладан ұялмаған адам бәрін істейді деген сөз ғой. Сосын қазақта нәпсі достан ұялады деген бір аталы сөз бар. Нәпсі достан ұялады. Нәпсі адамның өзінің ішінде тұрған нәрсе ғой. Сол нәпсіге еріп адам көп деген қателікке де бой алдырады. Нәпсіні тәрбиелей білсе, жетістікке де жетеді дегендей. Сол қателікке бой алдыра беретін нәпсі өзінен ұялмаса да достан ұялады екен. Сондықтан пайғамбарымыз біреуден екеу жақсы, екеуден үшеу жақсы, көпшілікпен бірге болыңдар деп айтады. Мысалға, ел не дейді, жұрт не дейді деген сөзінде қазақтың да осы жатыр. Басқадан ұялады. Ол жақсы нәрсе. Адам оңашада ұялмай кейбір қылықтар жасауы мүмкін, бірақ біреу көріп тұрса оны жасамайды. Нәпсі достан ұялады деген сөз содан қалған екен. Сондықтан бірінен бірі ұялып, бірін бірі тыйып, бірін бірі дұрыстыққа қарай тәрбиелеп жатса, нағыз ел болу деген сол болар еді әрине. Енді жаңағы ұл балаларымызға қатысты да айттық. Иман дүниесіндегі негізгі қағидалар осы ғой. Жалпы иманға біздің көп оралатынымыз неліктен? Ол біздің қазақтың негізгі құндылығы болғандықтан. Біздің ата-бабаларымыз 1000 жыл бойы осы исламды дін етіп тұтынып келгенде жайдан жай тұтынған жоқ қой. Сайын далада жатқан, 9 жолдың торабында жатқан, сан мың елдерді, сан мың діндерді білген қазақ өзінің қанша жыл іргелес болған Қытай халқының дінін алмай, сонша жыл іргелес болған орыс халқының дінін алмай, немесе ирандықтардың дінін алмай, солардың бәрінің ортасында жатып, 3000 жыл әлем тарихында мемлекет болған ирандықтар мен қытайлықтар ғана ғой, олардың да дінін алған жоқ қазақ. Сонау дүниенің бір түкпірінен тау басып келген ислам дінін таңдап ата дін етіп қабылдады. Таңдаулы түрде қабылдады. Өйткені өзінің бұрыннан келе жатқан рухани құндылықтарымен, ұстанымдарымен, адалдық пейілімен шынайы сәйкес келген дін ислам діні болды. Соны сезінгендіктен қабылдады. Сондықтан да біздің бүкіл кейінгі дәстүрлерімізде исламмен біте қайнасып кетті, қажетсізі қалды, жақсылар сараланып бүгінге дейін жетті дегендей. Сондықтан қазіргі кезеңге де біздің келіп отырған ата дәстүрі, ата салтымыз ең іріктелген, сұрыпталған дұрыстары деуге болады. Енді сіздің жаңағы айтып кеткен мәселеңізге орай, ер азаматтардың да жауапкершілігі бар дегенде, шынында да қоғам соны көп ұмытып қалатындай көрінеді. Әрине, ұлдар тәрбиесін ақсатып алған болуымыз мүмкін, өйткені мектептің өзінде де ер азаматтар өте аз, 25% ғана екен.
ер азаматтардың саны 25% екен. Өзімізде балаларымыздан сұрап отырамыз, мұғалімдердің арасында ер адамдар бар ма деп. 3-4 адам шығады, соған мәз болып қуанамыз. Ол балалар ер адамның тәрбиесін көру керек. Мектепте де көру керек, тек үйде ғана емес. Бұл жақтың да көп кері әсері бар. Одан соң еркек тоқты құрбандық дейді. Бар уақытта ер адамдар көбірек болып туылғанымен, олар да көп экстремалды жағдайларда, шетін жағдайларда жұмыс істейді, ауыр салаларда жұмыс істейді. Кез келген бір қиындық болса, ер адамдар бірінші шығады. Сондықтан ер адамдардың өлім жітімі де көп болады қоғамда. Қай уақытта болса да ер адамдар көбірек туылады да, бірақ өсе келе ер адамдардың саны азайып қалады. Ол көп байқалады. Осының да салдарынан кейде ұлдардың тәрбиесі ақсаңқырап жатады. Сосын қоғам қиындықтар көбейіп кеткен кезде, қоғамда жаңашылдық көбейіп кеткен кезде де ұлдардың тәрбиесі ақсайды. Неге? Өйткені жаңашылдыққа тез арада әйел бейімделіп алады. Әйел бейімделіп алады да, болды, алдыңғы салаларда солар алға шығып кетеді да. Еріксіз ер адам енді ұзағырақ бейімделеді ғой, әйел тез бейімделеді. Ер адам тұрақтылықты жақсы көреді. Әйел өзгермелі дүниеге өте қабілетті. Ер адамға бір қалыпты өсім керек, бір қалыпты өмір жағдайы керек дегендей. Сондай солардың салдарынан кішкене ұл балалардың тәрбиесі қиындап қалғаны да рас. Дегенмен, қалай болғанда да ешкімнен ақылы кенде емес біздің азаматтарымыздың. Тәрбие деген нәрсе мәңгілікке кетіп қалатын дүние емес. Адамның бүкіл осы ата-ана тәрбиесі, қоғам тәрбиесі, орта тәрбиесі дегеннің бәрінен тыс өзіндік тәрбие деген бар. Ол дегеніңіз бүкіл тәрбие атаулының тең жартысын құрайды, кемінде 50% құрайды. Баяғы жаңа қамуснамада айтылған, сен балаңа тәрбие бермесің де ай мен күннен жұлдыздарын тәрбие алып өсе береді деп. Аспанға қарап отырып та тәрбие алады адам деген. Мысалы, Ибрахим пайғамбар Құрандағы Алланың бар екенін қайдан білді? Ай мен күнге жұлдыздарға қарап білді ғой. Тура сол секілді адам өз бетінше де өзін өзі де тәрбиелей алады. Адамның өзінің құндылықтарын қалыптастырса бол, оған жақсы әсер ете алатын манада айтты қаншама ақпарат тұр, толып. Ғаламторда да тұр, кітапта да тұр. Кітап шығаруда қазір жақсы үрдіске айналды ғой. Бұрынғы кездегідей емес, қарқынды болып жүріп келе жатыр. Сондықтан жақсы болам деген адамға, азаматтарымызға да бәрі бар. Енді мына бір кішкентай ғана нәрсеге тоқталып, сонымен ойымды аяқтаймын. Ол жаңағы бір өміріміздегі ащы жағдайларға байланысты. Сондай сәттерде жауапкершіліктің болмай қалатынына байланысты ер адамдарда. Ол мәселен осыдан 3 жылдай бұрын өте бір келеңсіз жағдайлар көбейді. Негізі ондай келеңсіз жағдайда бұрында болған, қазірде болып жатыр, бірақ бір кезеңдер болады, қайта-қайта назарға шалынып қалатын кезі болады, бір кезеңдер болады, назардан тыс қалып қоятын кезі болады. Қазір назардың барлығы коронавирусқа аударылғандықтан көп әлеуметтік мәселелерде онша қозғалмай қалды. Сол секілді осыдан 3 жыл бұрын сол қыздардың жалғызбас жаңағы ер азаматсыз, жолдасы жоқ қыздарын босанып, балаларын қоқысқа лақтыру деген бір сұмдық жағдайлар көп айтылды. Сол кездерде бүкіл қоғам болып жабыла кетіп, сол қыздарды жерден алып, жерге салып айтпаған сөзі қалған жоқ. Безбүйрек те деді, басқа да деді, бәрін айтты. Жарайды, әрине ол қыздар шалыс басып отыр. Әрине ол қыздар түбі сондай жағдайға ұшырайтынын білді. Біліп тұрып, бәлкім нәпсінің жетегіне ерді, бәлкім шынымен-ақ жігіттің тәтті сөзіне алданды. Қалай болғанда да ол үлкен қателік жіберді. Дұрыс, оны ешкім ақтай алмайды. Бірақ мен үнемі айтамын, сол кездерден бастап жазылған айтылмай жүрген әңгіме деген бір еңбегіміз бар, біздің мақаламыз. 2016 жылдар жазылды ол. Сол жерде мен былай деп едім. Жарайды, қыздар солай болды дейік, сондай бір үлкен шалыс қадам жасады, сондай бір безбүйректік жасады, баласын қоқысқа лақтырды. Бірақ сондай безбүйрек қыздар қайдан шықты? Аспаннан түсті ма? Аспаннан түспей, арамыздан шыққан рас болса, оны кім тәрбиеледі? Сіз бен біз тәрбиеледік қой. Сіз бен біз заңдастырған қоғам ғой. Сіз бен біз қалыптастырған қоғам ғой. Сол қыздың аяқ ауыр кезеңіне кемінде 100 адам куә болды. Бала бір күнде туылмайды, 9 айда туылады. 9 айдың ішінде ол көз алдында жаңағы аяқ ауыр қанша адам көз алдында жүрді. Әке-шешесі қайда қарады, бауырлары қайда қарады, ұстаздары қайда қарады, достары қайда қарады. Бұл бүлінбей жатып, болмай жатып, бөлініп үлгерген қыз баланың барар жер басар тауы жоқ екенін жақсы білді. Осындай нәрсені жасау мүмкін екенін білді. Қайда қарады олар? Қашан сол босанып болып сондай жағдай орын алғанға дейін? Бұл бір жағы мәселенің. Мақұл, қыз бала шалыс қадам жасады, бірақ басқа жұрт қайда қалды? Екінші жағы, ол сол қыз балаға бала таптырып отырған азамат қайда, еркек қайда? Ол неге сүттен ақ судан таза болып, басқа қыздарды солай опық жегізіп жүре беру керек? Тағы сан мың жетімдерді қоқысқа лақтыртып жүре беру керек. Қайда ол ер азамат? Неге ер адам туралы бір ауыз сөз айтылмайды? Сонша мысалға қызды жерден алып жерге салған пікірлерге қарасаңыз, ей, ана баланың әкесі қайда деген сөз жоқ қой бір жерде. Айналайын-ау, қазақтың қызы, қазақтың әйелдері баяғы айға қарап, жеріндеп, күнге қарап құлындайтын ертегінің биесі емес қой. Соған себеп болған екінші адам тұлға бар ғой. Қайда ол адам? Қайда ол тұлға? Тіпті қасиетті Құранда да қарасаңыз, бұндай нәрсеге екі жақтан бірдей қарайды.
мысалға жаңағы зина жасаған дейді, енді бұндай нәрсе ауыр айтылады ғой. Зина жасаған ер адам мен әйел адамның ішінде әйелді жазалада еркекті бетімен жібер демеген. Екеуі бірдей жазалады. Екеуіне бірдей жүзіреден соғыңдар дейді. Ешқайсына мейірімдерің жандарың ашылмасын деп айтады. Зинақор әйел, зинақор еркекке ғана лайық деп айтады. Енді тура сол кезеңде мынадай жағдай болды. Біреу көріп, біреу көрмеген шығар. Бір дін иесі болып отырған азаматымыз Дардай, дін саласының өкілі, зинақорлықтың жазасын, жеңіл жүрістің жазасын бұл дүниеде тартса деген атпен бір бейне материалды ютубқа қойыпты. Ол мына Иран сияқты тағы басқа исламдық салттармен өмір сүретін елдерде сонда жеңіл жүріс жасаған қыз баланы таспен атып өлтіріп жатқан бір ауыр бейне жазбаны көрді. Енді ана қыздың бетіне қарауға жаны шыдамайды. Аяқ қолын байлап қойған, жерге жартылай көміп қойған, барлық адамдар келіп тас атып жатыр, әрине ер адамдар келіп тас атып жатыр. Ал енді ана жерде де еш жерде мынадай сұрақ жоқ та, әй еркек қайда деген сұрақ жоқ. Ол тағы да біреумен зинақорлық жасап, ол әйелді тас бурамен өлтіртіп, үшіншісімен, төртіншісімен зинақорлық жасап жүре беру керек па? Қайда, егер сен шынымен ислам елі болсаң, еркекті де соның қасына қойып өлтіруің керек еді ғой тас бурамен. Немесе екеуіне де Құранда айтылғандай жүзіре неге соқпадың? Неге тек қана әйел жазасын тарту керек, еркектің жауапкершілігі қайда деген нәрсе? Ешкім айтпайды ол туралы. Жабулы қазан жабулы күйінде. Тіпті сол ислам елдерінің өзінде де жабулы қазан жабулы күйінде қалып жатыр. Сондықтан мен манағы айтылып жатқан нәрсе, гендерлік саясат басқа деген нәрсе тек қана жалпы тапталып, өрескел тапталып жатқан құқықтар болса, соны теңестіру ғана деп қараймын. Ол қолдан көсем жасау емес, өзін өзі ала алмай жүрген әйелдер, алып жүре алмай жүрген әйелдерден бір басшы жасап шығару басқа емес, немесе бітті әйел деген анандай жерде отырсын, мынадай жерде отырсын, немесе әйелдердің қоғамда еркектердің орны үстем болсын деген сөз емес. Оны ешкім жасай алмайды, оған өзі табиғи да физиологиялық та психологиялық та дайындық жоқ біздің елде, экономикалық та дайындық жоқ, ол жүзеге де аспайды. Сосын ең соңғы бір кішкентай ғана ой, жалпы әлемдік діндердің бәрінде де, соның ішінде исламда да ерлер мен әйелдердің теңдігі деген ұғым қарастырылмайды ғой. Ол жерде ерлер мен әйелдердің бірін-бірі толықтыру деген нәрсе жүр. Біздің ұлтымызда да дәл сондай. Осы толықтыру деген нәрсені біз дұрыс түсінбейміз да. Манада шет жағасын айттық, ерлердің түздегі жұмыстары көбірек, түзде қам қайғысы көп олардың, жауапкершіліктері де көп, міндеттері де көп түзде. Сондықтан түздегі құқықтары басым. Ұлға 30 үйдің түйі болатыны сол. Ал қызға 40 үйдің түйі болған құқықтарын шектейтіні сондықтан біршама. Әйел адам отбасында бүкіл міндеттері де сол жерде, қам қайғысы да көбірек. Байғұс әйел қазір түзде де ерлермен бірдей жұмыс істеді. Келіп отбасындағы оның міндеткерлігін ешкім бөлісіп алып жатқан жоқ, оны да өзі жасайды. Сондықтан отбасындағы жұмыстар көп болғандықтан, енді орта ғасырларда негізінен еркек мал табады, әйел үйде отырып бала бағады ғой. Ол заман сондай кішкене өзінің теңгерімдік жақсы жүйесі бар еді. Қазір ол да бұйырмай қалды біздің әйелдерге. Сонда айтылып жатқан мәселе Құранда да, қазақтың дүниетанымында да ерлер мен әйелдердің бірін-бірі толықтыру деген нәрсе тұр. Әйелдер еркектердің міндеттіліктерін атқара алмайды. Мысалға, ешқашан еркек істейтін жұмысты әйел істей алмайтын жұмыстар болады. Тек қана еркек істей алатын. Мүмкін емес, әйелдің қолынан келмейтін нәрселер болады. Сол секілді әйелдің істеген жұмыстарында еркек істей алмайды. Сондықтан әркімнің өзінің орнында құқығы да көбірек, өзінің жағында міндеттіліктері де көбірек. Қазақ айтады ғой, қазақ болғанда Тұрмағамбет Ізлеуовтың сондай бір дана өлеңі бар еді. Еркек көктен түскен жоқ, әйел оның анасы, әйел жерден шыққан жоқ, о да еркектің баласы деп. Осылай қарайды ғой. Қазақ та, дін де осылай қарайды. Ешкімді ешкім кемсітпейді де, қорламайды да, бірақ әркім өзіне жауапкершілікті нәрселерінде мен көбірек айналысса, сол нәрсеге бекем болса, сонда бүкіл қоғам өз орнына келеді деген сөз. Рахмет, Айнұр ханым. Мынау біздің тыңдармандарымыздың тарапынан келіп жатқан көптеген сұрақтар болды. Оның кейбіреуіне сіз осы сұхбат барысында жауап беріп кеттіңіз. Сондықтан ол сұрақтарды қанағаттанды деп есептейміз. Дегенмен де сол сұрақтардың ішінде мынандай сұрақтар бар екен. Мен бір 3 сұрақты оқиын, кезегімен жауап берерсіз. Бірінші, отбасын жоспарлау жайында айта кетсеңіз депті сізге. Содан кейін сіздің парапсихологияның түпкі мақсаты не деп ойлайды, сіздің жаңағы қызметіңізге байланысты болса керек сұрақ. Үшінші, мынау қазақ қыздарының ішінде дейді, бүгін мынау көзі тірі апайларымыздың, әпкелеріміздің ішінде кешегі домалақ аналардай еліктейтін, идеал болатын кісілердің есімдерін атай аласыз ба депті. Осындай бір сұрақ. Осы төменнен жоғарыға қарай жүре берейік. Біріншіден, еліктейтін, идеал болатын адамдардың атын атай аласыз ба деп. Жалпы осы еліктеу, солықтау деген нәрселерді өз басым жас болып ешкімге еліктеп солықтап көрген жоқпын. Сондықтан ондай нәрсе маған біраз жатты. Не үшін еліктейтініне де онша түсінбеймін. Жай ғана тәрбие алатын, өнеге алатын деп қараса дұрыс болар еді. Идеал тұту деген өте
қауіпті нәрсе. Пір тұтудың керегі жоқ. Адамға табыну деген мүлде келеңсіз нәрсе. Сондықтан ол да өзекті пенде, оның да өзіне тән қателігі, кемшілігі болады, және оның үлкен жетістігі де болады, жақсы жақтары да болады. Жақсы жағын алда тәрбиеленіп, өзіңе өнеге тұт. Әрбір адамнан тәрбие аласың. Әрбір адамнан. Кейбір өзімен өзі бір жағдайлар, сыртта жағдай болып жатса, ештеңеге қарамастан күліп қойып кетіп бара жатқан адамды көрсең, содан да тәрбие аласың. Не деген жақсы мінез деп. Күліп қана кетіп бара жатыр. Біреуге мысалға небір келіндер болады, ата-енесі айқайлап жатса, ұрсып жатса да күліп жүре беретін. Не деген өнеге, не деген тәрбие мысалға қарасаңыз. Тура анау үндемей ең мықты тәрбиелетін адам, үндемей тәрбиелетін адам де менге де. Соның жүріс-тұрысына қарап өнеге аласың. Ешкіммен түс шайысқан да жоқ, жаңағы айтқан жылап еңіреген де жоқ, өзінің де жүйкесін сақтады, абыройын да сақтады, отбасын тыныштығын да сақтады. Не деген мысалға қарасаңыз тәрбие беретін мінез. Сол сияқты біреу кіріп шығып жатса, соның бір жинақылығына қарап жүріп те, тазалығына қарап та өнеге аласыз. Біреудің сөйлеп жатқан сөзіне қарап өнеге аласыз. Біреудің өз жұмысына сондай тындырымды, ешкімнен шаруасы жоқ, тап-тұйнақтай іс-әрекетіне қарап өнеге аласыз. Мен жалпы әрбір адам өнеге береді деп ойлаймын. Бір адамды алға қойып алып, соған табынып отырудың ешқандай қажеті жоқ. Немесе осыны ғана үлгі тұту керек деген сияқты, соның әрбір аузынан шыққан сөзін қағып алып отыра берудің қажеті жоқ. Өйткені ол да пенде ғой, кейде артық айтады, кейде кем айтады. Жақсы жағын көр, дұрыс, үлгі тұт, өнеге ал. Бірақ сенің айналаңда кез келген адам саған тәрбие бере алады. Соны да ұмытпау керек. Тіпті нашар адамдар да өте жақсы тәрбие береді ғой. Сол үшін айтады ғой Лұқман Хакім, әдептілікті надандардан үйрендім деп. Надандарға қарап, не бір жаман іс қылықтар жасап жатқан адамға қарап, әдепті болудың қандай жақсы екенін үйренесің. Құлап жатқан маскүнемге қарап, оның қандай абыройсыздық екенін, салауатты өмір салтының қандай қымбат екенін үйренесің. Сол секілді дүние ғой. Мысалға қайыршылық жасап жүрген адамдарға қарап, еңбегіңе жасап жатқан еңбегіңе шүкіршілік етесің. Солай нығмет беріп қойған Құдайға шүкіршілік етесің, еңбек етудің қадірін үйренесің. Адам баласы сол қабылнамадағы сөз ай мен күннен, жұлдыздардан бәрінен тәрбие ала береді. Сондықтан айтар едім, бір-екі тұлғамен шектелмей, айналадағы әрбір адамнан тәрбие алуға үйреніңіздер. Және қазақ қашанда үлгісіз ұлт болған емес. Бұрын да болған ондай әйел аналарымыз, қазір де болған. Бірақ біз көп жағдайда өтіп кеткеннен соң көбірек біліп жатамыз. Өйткені тірі кезінде өз жарнамалай алатын адамдар бар. Жарнамаламайтын, оған ешқандай мұқтаждық жоқ адамдар бар. Кейін бар солар өмірден өткесін, пәленше кезінде осылай деген екен деген аңыздар жүреді. Сондықтан бар жақсының қадірі тірісінде біліне береді деу қиын. Біздің ең дұрысы сол айналамыздағы әрбір адамнан жақсы нәрсені іздеп алып қалуға, үйреніп қалуға, бір сөз болса да, бір іс болса да үйренуге тырысқанымыз жөн шығар демекпін. Бірінші сұрақты мен сәл естімей қалдым. Бірінші сұрақ, отбасын жоспарлау жайында айта кетсеңіз дейді. Отбасын жоспарлау, енді студенттер, жастар. Жарайды, енді бұл отбасын жоспарлау деген еркісіз, осы заманның еркісіз ортаға шығарған бір тақырыбы ғой, алаңға шығарған. Баяғы заман болса, баяғы секілді Құдайдың бергеніне шүкір деп жүре беретін, ер азаматтар әйтеуір отбасын жетімсіретпейтін, азаматым бар деп арқа сүйетін заман болса, оның үстіне жесір ерден кетсе де елден кетпейді деп, тіпті ер азаматқа бір жағдай болып қалса да, бүкіл қауым болып, ру болып, оның бала шағасын жетімсіретпей, жесір етпей асырайтын заман болса, онда отбасын жоспарлау деген қажеттілік шықпас еді, мүлде туындамас еді. Ал қазір олай емес. Қазір балапан басына тұрымтай тұсына кеткен заман. Адамға көмектесе көп болса, өзінің әке-шешесі, туыстары көмектесер, онда да өздерінен артылып жатса. Ал көп адамның қазір жай-күйі өзінен артылмайды. Біреуге біреу қарайлай алмайтын заман болды. Ақша деген мал шықты деп баяғы дулаттың айтатындай, сауып ішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ, ақша деген мал шықты деп. Сол ақша деген мал барлығын өлшеп шешіп тұрған заман. Үй алу үшін, үй болу үшін баяғыдай сәмбі талды иіп жіберіп, киіз үй жасап жіберіп, ішін сыртын киізбен орап отыра қалатын заман емес. Үй болу дегенде үлкен қаржыны қажет етеді. Үй алу деген нәрсенің өзі. Үй болу деген оның ішін ең қажет деген нәрсеге толтырудың өзі де қаншама қаржыны қажет етеді. Әр баланың өзіне қанша қаржы керек. Сондықтан қазір баяғыдай шұбыртып отырып, қара домалақтарды шұбырта беріп, бергеніне шүкір дейтіндей заман болмай тұр. Кеңшілік болмай қалды. Сондықтан амал жоқ, бір ортаға қойылып, сахнаға шығып тұрған тақырыптардың бірі отбасын жоспарлау. Жалпы үлкен есеппен алғанда, отбасын жоспарлау дегенді ең алдымен жар таңдау дегеннен бастаған дұрыс дер едім. Олар болып болғаннан кейін ол баланы дүниеге әкелу, әкелмеу емес, жар таңдаудан басталған дұрыс дер едім да. Сол кезде барып бәрі реттеледі. Әсіресе қыз балаларға көп айтатынымыз.
Маған өте көп хаттар келеді. Психологиялық кеңес сұраған өте көп хаттар келеді. 90% әйелдер жолдасым ішеді дейді. Жолдасым ішеді, ішкен соң ұрады, ішкен соң жүреді, ол міндетті түрде жүргеннен соң ұрады, тағы басқа ертелі кеш берекесі қашып, біреу 15 жыл ішіп жүреді, біреу 32 жыл бойы ішіп келе жатыр дейді. Сондай зарды өте көп естимін. Мен айтар едім, отбасын жоспарлау дегенде дұрыс жар таңдаудан бастаңыздаршы деп. Әсіресе қыз бала, негізі жаңды қыз бала таңдайды. Сосын кішкене белгісін берген соң барып жігіт жақындап, өзім сөз айттым, өзім таңдадым деп ойлайды ғой. Негізі қыз бала өзі кішкене жолдарды ашып реттеп қояды ғой. Қыз балаларға айтар едім, айналайындар. Егер қазір ол ішкілікке үйір болса, түзетіп алам, тәрбиелеп алам деп ойламай ақ қойыңдар. Ешкім тәрбиелемейді. Сіз оны тәрбиелеп алмайсыз. Ол тұлға, ол бөлек жаратылыс. Ол да сізді тәрбиелей алмайды. Сіз де бөлек тұлғасыз. Сондықтан аузында арағы жоқ, иманы бар азаматты таңдаңдаршы дер едім. Шынымен, азамат деген атқа лайық азаматты таңдаңдар. Бар ондай азаматтар, жоқ емес. Сондай азаматты таңдау керек алдымен. Ел болатын, ертең күні өзіңді қор қылмайтын балаларыңа мынау сенің әкең деп айтуға ұялмайтындай әке болу керек. Кімнің ұрпағын көбейтетінді де ойлау керек қой. Сондай бір дұрыс азамат таңдасаңыз, отбасын жоспарлаудың ең бір сәтті қадамы сол береді. Ішпей жүріп ішіп кететіндер бар ғой, үйленіп болғаннан кейін ішіп кететін ер азаматтар бар. Бұндай жағдайда, көп жағдайда кім ішіп кетеді? Кім ішіп кетеді? Ерік жігері нашар, бос белбеу еркектер ішіп кетеді. Болмайтын бір өмірінде жағдай болған кезде соны көтере алмай ішіп кетеді. Егер олардың да ішінде ақылға келетіндері болса, ақылын қой, ұят болды, абыройдан ардан бәрінен айырылдым, отбасынан айырылатын түрім бар деп, анау әйел кеткелі жатыр, бала жетім қалғалы жатыр деп, егер ақылын істетсе, ол бір-ақ күнде қояды арағын. Бір-ақ күнде. Ақылын жұмыс істетпесе, ез болған ез. Ол еркек емес, ол ез. Ол сол күйі кете береді. Сондықтан ол да жар таңдауда ескерілетін бір нәрсе ғой. Ер адамның еркектік мінезі бар ма, жоқ па? Бос белбеу, ынжық біреу ма? Сенің көлеңкеңде жүріп, ертең басына кішкентай бір іс түсіп көтере алмай, әр жерде іш томалып жататын еркек па? Азамат ерлер бар ғой қоғамда, жоқ емес қой, жеткілікті ғой. Сондықтан ер адамды ерлік қасиетіне қарай таңдаңыздар береді. Жаңағы айтқан ар ождандылық, имандылық, ақылдылық дегеннің бәрі сол ғой. Ақылы бар адам, ақылына жеңгізген адам кез келген бейнеттен шығады. Кейде болады, жаңа ішіп кетудің өз түр-түрі болады ғой. Ішіп кетудің біреуі жаңағыдай, болмайтын нәрседе көтере алмай күйреп, жұмыстан шығып қалса біреу ішіп кетеді. Мысалға, ақылсыздау жаңағы ерік жігері нашар, әлсіз, бос белбеу жігіт болса, жұмыстан шықпаса ішіп кетеді. Ал мықты жігіт болса, жұмыстан шықпаса, басқа жұмысқа кіріп кетеді. Болды. Екеуі бірдей өмір жағдай, екі түрлі шешім қабылдайды. Біреу асан қайғы болып ойынға түсіп, болды, бітті, дүниедегі ең бақытсыз адам сол жатады, рахат болған сылтау бар да. Сылтау бар. Бұрыннан сол ішуге сылтау таппай жүрген адам, ой, сылтау табыла кетті, жақсы болды. Әйелде ойбай жаным, үйтесің ғой, бүйтесің ғой, ертең андай болады, мындай болады деп, ол да көніп жүре береді, бұл да ішіп жүре береді. Сөйтіп адам қалай салынып кеткенін білмей қалады. Бұл да бір жағынан жалқаулықтың да үлкен үлесі бар. Қимылдамауға бір керемет себеп табылды. Өтірік нәрсе табылды. Ал шын мәнінде ол жұмыстан шығып қалу деген екінші бір жұмысқа тұрып кетудің мүмкіндігі еді ғой білген адамға. Енді бір жағдай болады, ер азаматтар жақсы, өте жақсы жігерлі жұмыс істеп жүріп, басқа да отбасына да жақсы қарап жүріп-ақ жүреді да, бір шын мәнінде кез келген адамға соққы болып тиетін ауыр жағдай болып қалады. Бір ауыр сатқындықты көреді, бір ауыр мысалға басқада аяқтан шалу, тағы басқа жағдайларды көреді. Сондай сәтте аяқ астынан ішетіндер болады, бірақ ондайлар әдетте тез есін жинайды. Олар әшейін сол бір сәттегі қатты ауыр қысымнан құтылудың жолын таппай шарасыз барады да, бірақ көп болса бір күн, екі күн, бір апта, одан соң есін жинап, бәрін тастап, қайдан орнынан түрегеледі. Сол секілді. Ал түрегелмеген адамдар ол жаңағыдай адамдар. Сондықтан о баста жалпы маскүнемдіктен арылудың негізі жолы жоқ қой. Өтірік айтамыз, анау дейміз, мынау дейміз, өтірік айтамыз. Медицинамен біраз әрекет жасап көруге болады. Түрлі емшілерге барып біраз әрекет жасап көруге болады. Бірақ адам есін жимайынша, ақылға келмейінше арылмайды ол нәрседен. Ол дінде де солай айтылады, ол психологияда солай, ол медицинада солай. Медицинаның өзі адам өз аяғымен келіп, емделем мен құтылам маскүнемдіктен демейінше арыла алмайсың дейді. Сондықтан отбасын жоспарлау дегеннен бері қарай шығып кеттік. Ары қарай баланы жоспарлау, басқаны жоспарлау деген ол дегеніңіз ерлі зайыптылардың өмір тәжірибесінде ақылдаса отырып жасай беретін дүниесі. Әркімнің жағдайы қабырғамен кеңес деп отырады қазақ.
солай кеңесте отырып жасалатын бір дүние. Оны бір керемет үлкен проблемаға айналдыруда керегі жоқ. Үшінші мәселеге қысқа ғана тоқтала салайын, ол жаңа психологияның мақсаты не деген нәрсе ғой. Психологияның мақсаты адамның жан дүниесін үйлесімге келтіру ғой жалпы. Үйлесімділікті, жанындағы үйлесімділікті сақтаса, адам бүкіл өміріндегі барлық нәрсені қалпына келтіре алады. Жалпы мен бір нәрсені айтар едім осы жерде. Айнұр ханым, біздің анау белгіленген уақытымыз нетіп жатыр, қайта қосыламыз ау деймін шамасы. Жақсы,